Сәлем достар, бүгін өте дәмді, шырынды, шабдалы бәлішін дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 3 шабдалыны тілімдерге бөліп, кесіп аламыз. Қызып тұрған табаға шабдалыны салып, үстіне 3 ас қасық қант, ванилин ұнтағын қосып, массамызды араластыра отырып, шабдалы шырынын бергенше отта ұстаймыз. Видеодағыдай шабдалы сөлім бөлуі қажет. Енді 100 грамм бөлме температурасындағы сары майға 100 грамм қант қосып, қантымыз ергенше араластырамыз. Сары майымызға кезекпе-кезек 2 жұмыртқаны қосып, массамыз біркелкі болғанша шайқаймыз. Дайын болған массамызға 100 грамм ұн мен 5 грамм қопсытқышты електен өткізіп қосып, қамырымызды дайындаймыз. Қамырдың консистенциясы қою қаймақтай болуы қажет. Енді формамызға шабдалыны әдемі етіп жайып, үстіне қамырымызды құямыз. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Бәлішімізді 180 градус қызып тұрған пешке 25-30 минутқа пісіреміз. Дайын болған бәлішті аударып түсіреміз. Осымен шырынды, шабдалы бәлішіміз дайын. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.